Ассаляму алейкум. Бүгін мен бұршақ сорпасын қалай дәмді дайындауға болатындығын көрсетемін. 5 литрлік кастрюль аламыз. Ішіне 2 тауықтың аяғын, содан кейін 2 ысытылған тауықтың аяғын салыңыз. Кейін 200 грамм жуылған бұршақ, 1 ас қасық тұз қосамыз. Ішін сумен толтырыңыз. 2-3 литр жеткілікті. Максималды отқа қойыңыз. Қайнағаннан кейін 35-40 минут пісіреміз. Бұршақ дайын, бірақ әлі толық езілген жоқ. Картопты қосудың уақыты келді. Тауықты шығарыңыз. Кішкентай табаны алып, қыздыру керек. Аздап май құйып, ұсақталған пиязды қосамыз. Бұдан әрі үгітілген сәбізді саламыз. Сәл қуыру керек. Сорпаға қосыңыз. Етті кесіп, оны да кастрюльге салу керек. Өзіңіздің сүйікті жасылдарды ұсақтап тұрап, қосуға тура келеді. Мен ақ желкен және жасыл пиязды қолдандым. Араластырыңыз, дәмді сорпамыз дайын. Бұршақ толығымен езіліп шықты. Осындай түрде біз өте жақсы көреміз. Ысталған ет сорпаға ерекше дәм береді. Осы рецепт сізге ұнаса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға тіркеліңіз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.